жүректі жинаған миллион тілекті, өнермен әлемге тамды елін үлетті. Сахнада Сайын Базаров ағамыз қол соғып қошеметпен қарсы аламыз Қанекей. Сайын аға. Ассалаумағалейкум, танымдылық менің жерлестерім. Міне бүгін ұлдарыңыз Арман Ахметов өз еліне, өзің туған жеріне келіп, жеке концертін беріп жатыр. Барлықтарыңызға құтты болсын. Арман, бер жаққа шығып кет, мен саған айтатын бірталай әңгімелерім бар. Енді бұл Арман маған кім болатын барлықтарыңыз білесіздер. Сол себептен біздің қазақта жиендік деген ырым бар. Мен енді қазір жасымда бір талайға келді. 60 жыл немесе 55 жыл сахнада ән шырқап, музыка аспаптарда ойнап жүрдім. Енді менің айтайын дегенім, Арманның ұлы Абылай менің жиенім. Ол өте күшті музыкант болып шықты. Нағашысына ұқсаған. Келіп әкесінде үйретті музыкаға міне. Енді Алтынбек, алып кел. Жаңа айтып өттім ғой. Жиендік деген ырым бар деп. Менің мына гитарам жастық шағымнан бастап маған көп қызмет етіп келді. Енді мен ойлаймын, қалған өмірін бұл гитара күшті музыканттың қолына тисе деп армандайтын. Сол себептен жиенім Абылайға осы аманатымды тапсырамын. Көріп алыңыздар. Тамдыда немесе Өзбекстанда ақырғы мәрте көріп тұрсыздар бұл гитараны. Ал ендігі Арман, тағы қашып кеттің ба? Бері кел. Сен қапа болдың, мен біліп отырмын. Абылайға жиеніне подарканы берді, маған ештеңе тимей қалыпты. Осыдан 2 жыл бұрын Арман маған 3 өлең жазып берді. 3 өлең. Біреуін өшіп тастап, 2-і. Себебі бұл 2 өлеңнің авторы мен музыканты бір адамдар. То есть Ахметовтер. Сөзін жазған жас талантты ақын Қайрат Ахметов. Әнін жазған Арман Ахметов. Сіздердің назарларыңызға қазір 2 ән орындап беремін. Бірінші ән Ғұмыр. Бұның енді тарихын айтып отырсақ көп уақыт кетеді. Себебі артымызда әлі өлең айтатын адамдар көп. Сол себептен қысқаша жеткізгенім осы болды. Егер мүмкін болса, 2-ші, 3-ші дауысқа қосылып тұрсаңдар, тамаша болады. Ән Ғұмыр. Kişiге керімде күндері кетер ме мәңгілік көңілде, ғұмырым бақытты бір мені әуезді әнменен өрілген. Ән ғұмыр өлмейтін өнері, жүректер жолынсың отына, төріңді жұмақтай көремін, өсірген киелі сахна, шарықты көңілім ән тұнған. Батасы артық алтыннан, олым тұғырға көтерген, айналдым ғазиз халқымнан.
Çarıkta dönerim en tunga, batası artık altından. Olun doğurga götürgen, aynaldım gaziz el halkımdan. Жылжыған шабыты жылдарды, елес боп барады тізбегі. Ғұмыры мәңгілік сырләніп, өнердің өшпейді іздері. Риясыз көңілден шығады, таусылмас әуенің ырғағы. Odaya от беріп тұрады, жайқалсын жанымның гүл бағы. Çarıkta dönerim en tunga, batası artık altından. Olun doğurga götürgen, aynaldım gaziz halkımdan. Çarıkta dönerim en tunga, batası artık altından. Olun doğurga götürgen, aynaldım gaziz el halkımdan. Çarıkta dönerim en tunga, batası artık altından. Olun doğurga götürgen, aynaldım gaziz halkımdan. Çarıkta dönerim en tunga, batası artık altından. Olun doğurga götürgen, aynaldım gaziz el halkımdan. Aynaldım gaziz el halkımdan. Sayın Bazarov. Rahmet. Kelesinde aydanlarınız Сұлу Көкше. Қалаңыздар. Kuat alған арайлы, келешекке ел сеніммен қарайды. Сұлу көкше асыл өлкем айбарлы, көңілімнен әуен болып тарайды. Қазақ ауылы көкшем менің байтағым, тау елі бай жерін ән қып айтамын. Қиыр шетке кетсем егер алыста, сағынышпен құшағыңа қайтамын. Бал ғұмырда жұмақ панам екенсің, бесігіңде тербеп мәңгі өтерсің. Париж, Лондон бола алмайды өзіңдей, сұлу көкшем теңдесі жоқ мекенсің. Қазақ ауыл көкшем менің байтағым, тау елі бай жерін ән қып айтамын. Қиыр шетке кетсем егер алыста, сағынышпен құшағыңа қайтамын.
керегесі керілген, жастарың бар шың басынан көрінген. Қойнауында мол байлығын сақтаған, елім бағың арылмасын төріңнен. Қазақ ауылы көкшем менің байтағым, тау елі бай жерін әңгіп айтамын. Қиыр шетке кетсем егер алыста, сағынышпен құшағыңа қайтамын. Қазақ ауылы көкшем менің байтағым, тау елі бай жерін әңгіп айтамын. Қиыр шетке кетсем егер алыста, сағынышпен құшағыңа қайтамын.